Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте тойымды әрі дәмді тағамдардың бірі орама тағамының рецептін ұсынатын боламын. Міндетті түрде дәл менің рецептіммен жасап көріңіздер. Және каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ең әуелі ыдысымызға жұмыртқамызды салып аламыз. Үстіне суымызды құямыз. Содан соң тұзымызды салып, тұзымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Одан соң үстіне 2 ас қасықтың көмегімен сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Мінекей біздің сұйық массамыз дайын. Енді ұнымызды алдын ала идектен өткізіп, жақсылап қамырымызды идейтін боламыз. Құрамындағы заттарын төменде описание бөліміне қалдырамын, сол жақтан қарасаңыздар болады. Енді қамырымызды жақсылап илейміз. Июін қандырып, неғұрлым қамырымызды көп илесек, соғұрлым қамырымыз тегіс болады, әрі жақсы жайылады. Енді 15-20 минут шамасында тындырып қоямыз. Ал оған дейін начинкасын дайындаймыз. Менде тартылған ет, фарштың үстіне осылай күштен өткізіп асқабақты саламыз, пиязымызды саламыз, арасына құйрық май қосып жіберсеңіздер болады. Қалауларыңызша картоп, қарабұрыш, татымына қарай тұз, бұрышымызды салып, жақсылап араластырып, үстінен кішкене сұйық майымызды құйып жібереміз. Егер де құйрық май қоспаған жағдайда кішкене сұйық май қосып жібереміз. Енді барлығын жақсылап араластырып, қолымызбен жақсылап араластырып, тұзы сіңгенше араластырып аламыз. Мінекей біздің начинкамыз дайын. Осы аралықта біздің қамырымыз июін қанып тұрды. Неғұрлым қамырымызды 2 қайтара илеп жіберіңіздер. Мен арасында 1 рет илеп алдым, 2-ші рет илеп алдым. Енді осы қамырды теңдей етіп 4 бөлікке бөліп аламыз. Қалған бөліктегі қамырларды зуала қылып осылай шетінен алып қоямыз. Міне кішірек 4 зуала шықты. Енді бір бөлігін алып жаятын боламыз. Алдымен дәл осылай қолымызбен жақсылап жасап аламыз. Кейіннен осылай оқтауымызды қоя отырып, ұнымызды себе отырып, оқтаудың екі шетін баса отырып, қамырымызды жақсылап жаятын боламыз. Неғұрлым қамырымызды жақсылап илесек, қамырымыздың жаюы да жақсы болады. Сондықтан міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер. Достар, менің каналымда түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің рецептісі бар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, қазақша контентті қолдап, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Мінекей қамырымызды барынша жіңішке қылып жайып алдық. Енді үстіне кішкене сұйық майды қосып жібереміз да, осылай қолдың көмегімен, болмаса осындай щетканың арнайы құралдың көмегімен майымызды жақсылап жайып аламыз. Бүкіл жеріне тигіземіз. Үстіне начинкамызды саламыз. Өте керемет тағам. Достар, міндетті түрде дәл менің рецептімен жасап көріңіздер. Начинканы барлық жерге тегістеп жағып болған соң, дәл видеодағыдай орап аламыз. Асықпай жасап алыңыздар. Өте керемет тағамдардың бірі. Әсіресе осындай күн суық кезде жасасаңыздар, өте тойымды болады. Енді алдын ала суымызды қайнатып аламыз. Листімізді майлап, осы ораманы саламыз. Мен майлаған жоқпын, бетіне май жағып жіберсеңіздер де болады. 45 минут шамасында пісіріп аламыз. Өте керемет болады. Мінекей достар, осылай әртүрлі салатпен, бетіне подливпен жасасаңыздар да болады. Өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.